Мысықтың құпиясы. Аян ата өмір бойы ауыл шетіндегі шағын үйінде тұрып келе жатты. Оның жалғыз серігі Көксерек атты сұр мысығы еді. Бұл мысықтың бойында бір өзгешелік барын ата жасынан сезетін. Кейде ол түн ішінде үйден шығып кетіп, таңға жуық қана оралатын. Қайда баратыны белгісіз. Кейде түні бойы терезенің алдында отырып көзін жұмып, әлденені тыңдағандай күйде қимылсыз отыратын. Бір күні Аян ата бұл құпияны ашуға бел буды. Ол түнде мысығын байқатпай аңдып қайда баратынын білгісі келді. Көксерек әдеттегідей үнсіз ғана есіктен шығып, көлеңкелердің арасымен жылжи бастады. Ата шамын алып, артынан білдіртпей ерді. Мысық ауылдың шетіндегі ескі, қираған құдыққа келіп тоқтады. Көксерек аз-кем айналаға қарады да құдықтың ішіне секіріп кетті. Аян ата аң-таң болып, ертеңіне сол жерге қайта келді. Бірақ құдықтың түбінде ештеңе жоқ еді, тек қураған жапырақтар мен шіріген ағаш бұтақтары ғана. Бұл жұмбаққа жауап табу үшін ата келесі түні тағы да аңдуға бел буды. Түн қараңғылығында мысық тағы да құдыққа келіп ішке түсті. Бұл жолы ата жүрексінсе де соңынан ерді. Құдықтың ішіне түскенде оның түбі жоқ сияқты сезілді. Бірақ кенет жер астынан жылы леп соғып, төңірек күңгірт жарыққа бөленді. Аян ата қолындағы шамын жағып еді. Көз алдындағы көрініске сене алмады. Терең үңгір ашылып, оның ішінде көздері жарқыраған сансыз мысықтар отыр еді. Олардың жүні әртүрлі түсте жылтырайды, ал ортасында үлкен, аппақ мысық тұрды. Ақ мысық алға шығып, Аян атаға тік қарады да адамша тіл қатты. Сенің досың бізді тапты, Аян, біз ерекше мысықтармыз. Көп ғасырлар бойы осында өмір сүріп келеміз. Адамдардың біз жайлы білмеуі керек еді. Ата таңырқап, өз құлағына өзі сенбеді. Бірақ мысықтардың жанарының тереңінен ол ерекше даналықты байқады. Ақ мысық әңгімесін жалғастырды. Мысықтар жай ғана үй жануары емес. Біз екі әлемнің арасындағы көпірміз. Біз адамдардың сезімін, ойларын сеземіз. Кейбіріміз тіпті болашақты көре аламыз. Бірақ бұл құпия ешкімге айтылмауы тиіс. Егер адамдар мұны білсе, тепе-теңдік бұзылады. Аян ата терең ойға кетті. Ол мысықтардың расымен де өзгеше тіршілік иелері екенін баяғыдан сезетін. Бірақ мұндай құпияны ашамын деп ойламаған еді. Сонда мен не істеуім керек? Деп сұрады ата. Бізді ешкімге айтпа. Бірақ мысықтардың ерекше жаратылыс екенін ұмытпа. Олар сендерге сырлы әлемнің бір бөлшегін көрсетуге ғана келеді. Кімде-кім оларды түсіне білсе, мысықтар да оған сенімі артады. Аян ата үнсіз басын изеді. Ол мысықтардың жұмбақ әлемін өз көзімен көргеніне сенімді еді. Сол күннен бастап ол Көксерекке бұрынғыдан да ерекше көзқараспен қарайтын болды. Ол енді мысықтардың біз білмейтін сансыз сырлары бар екенін ұқты. Ал сіздің мысығыңыз қандай құпияны жасырып жүр екен?